Ілияс Есенберлиннің әйгілі көшпенділер трилогиясы туралы айтатын боламын. Бұл шығарма қазақ халқының бірнеше ғасырлық тарихын қамтыған, ұлттық рухты оятқан, тарихи сананы қалыптастырған ерекше эпопея. Соған бірінші сұрақ: шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? Көшпенділер трилогиясы үш романнан тұрады: алмас қылыш, жанталас, қаһар. Әрқайсысы қазақ тарихының бір үлкен дәуірін қамтиды. Ең алғашқы роман алмас қылыш. Алмас қылыш романы біздің заманымыздың 15 ғасырындағы болған тарихты айтады. Алтын Орда әлсіреп, дешті Қыпшақ даласында билік үшін тартыс күшейген уақыт. Бастапқыда негізгі назар Әбілқайыр ханның билігіне, Шыңғыс ұрпақтарының өзара бақталастығына, Алтын Ордадағы тақ үшін қырғын тартыстарға ауысады. Сонымен Әбілқайырдың қатал саясаты, салықтың ауырлауы, ру-тайпа басшыларына жасалған қысым халықтың наразылығын күшейтеді. Осындай жағдайда Жәнібек пен Керей сұлтандар өздеріне ерген жұртты бастап Моғолстанға бет алады. Бұл жай ғана көшу емес, жаңа мемлекеттің негізін қалау әрекеті екені романда өте анық көрсетілген болатын. Бұл кезде Моғолстан ханы Есенбұға оларға Шу сыр бойынан қоныс берген. Сол жерде жаңа хандықтың іргесі қаланады. Бұл кейін Қазақ хандығы деп аталады. Осы арқылы роман қазақ мемлекетінің пайда болуының тарихи қажеттілігін көрсетеді. Халықты бірге ортақ жер, ортақ тіл, ортақ мүдде қалыптаса бастағаны айтылады. Ал романның екінші бөлігінде Қасым ханның тұсында болған оқиғаны айтады. Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жүйесі қалыптасқаны туралы. Автор бұл кезеңді қазақ мемлекеттілігінің нығаю кезеңі ретінде суреттейді. Ал екінші роман туралы айтсам, жанталас, жоңғар шапқыншылығы және Абылай дәуірі. Екінші роман қазақ пен жоңғар арасындағы ұзақ қанды соғыстарда халықтың басына түскен ең ауыр кезеңді көрсетеді. Бұл жерде біз жоңғар мемлекетінің күшейгенін, қазақ даласында ру аралық алауыздықтың болғаны және содан кейін Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама трагедиясының себеп салдарын көреміз. Есенберлин жоңғарды жай ғана жау ретінде емес, үлкен әскери саяси күш ретінде көрсетеді. Ал қазақтың әлсіз жағы бірліктің жетіспеуі, ру-руға бөліну, жергілікті мүддені ұлт мүддесін жоғары қою. Осы тарихи қиындықтардың ішінде Абылай хан тұлғасы ерекше бектеп шығады. Ол елдің басын қосқан, 300-дің біріктіріп маңына жинап, жоңғар мен Ресей, Қытай арасындағы саясатты тең ұстап, қазақты аман алып қалуға тырысқан күрделі қайраткер. Романда Абылайдың тек батырлығы емес, оның жан дүниесіндегі күдіктері, қорқыныштары және таңдаулары да көрсетіледі. Ал үшінші романға келсек, қаһар, Кенесарының қозғалысы, 19 ғасырдағы Кенесары көтерілісі туралы айтылған роман. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалысқа арналған. Бұл кезеңде Ресей империясы қазақ даласына бекіністер салып, шекараларды ішке қарай жылжыта бастаған кез. Бұл кезде хандық билік жойылып, аға сұлтан болыс жүйесі енгізілген кез болатын. Жер мемлекеттік меншікте деп жарияланып, қазақтың дәстүрлі қоныс жүйесі ыдырай бастап, қазақтың мал-мүліктері өздеріне тиесілі болмай қалған кезде, Кенесары хандық билікті қалпына келтіруді, жерді сақтап қалуды, отарлық қысымға қарсы тұруды мақсат етеді. Романда оның саяси шешімдері, мәмілелері, қателіктері де, ерліктері де көрсетіледі.
соңында Кенесары көтерілістің жеңілісінің символикалық түрде қазақ хандық дәуірінің аяқталуын білдірген. Есенберлин оны бекер кеткен күрес ретінде емес, ұлттық еркіндікке ұмтылысының жалғасы ретінде көрсетеді. Екінші сұрақ. Шығарманың негізгі идеясы автор қандай мәселелерді көтерді? Трилогияда негізгі бірнеше ірі идея бар. Соның ішінде маңызын айта кетсем, ең маңыздыларының бірі бірлік пен мемлекеттілік идеясы. Бірінші және ең басты идея ұлттық бірлік пен мемлекеттіліктің құндылығы. Автор әр дәуірде бір нәрсені қайталай береді. Қазақтың күшті кезі басы қосылған уақыт дейді. Ал әлсіз кезі руға бөлініп, бірін көре алмай қалған кездерді айтады. Мысалы, жоңғарлармен соғыста ру аралық қақтығыстар азайғанда Абылай бастаған қолдың жеңіске жеткен сәттері көбейеді. Ал Кенесары қозғалысында рулар толық қолдамай, кейбір сұлтандардың сатқындығының кесірінен көтерілісті әлсіретіп, жеңіліске ұшырағанның бір себебі. Сосын еркіндік пен отаршылдыққа қарсы күрес туралы. Екінші үлкен идея, трилогия бізге бір қарағанда хандықтар тарихы сияқты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде бұл қарапайым халықтың тәуелсіздік жолындағы күресу туралы. Автор отаршылдықты тек сыртқы саяси күш ретінде емес, ұлттық болмысты жоюға бағытталған қауіп ретінде көрсетеді. Жерді тартып алу, билікті отарлықтандыру, дәстүрлі басқару жүйесін бұзу, халықты өз тарихына рухынан айыру, жекеменшіктен айыру тоже бір үлкен идеялардың бірі. Тарихтан сабақ алу. Есенберлин тарихты жазып қана қоймай, осының бәрінен біз не үйренеміз деген сұрақ қойған. Ол бізге руға бөлініп, тар мүддені қуып, ұлттық деңгейде ойламастық қайталанатын қателіктер көбейетіні туралы айтып кеткісі келді. Мемлекеттілік пен жердің, тіл мен дәстүрдің оңай келген дүние емес екенін, тәуелсіздік деген сөздің артында ғасырлық күрес жатқанын көрсететінін айтып кеткісі келді. Адамдық моральдық сұрақтар, сонымен қатар билік пен ар-ождан, жауыздық пен әділдік, ерлік пен сатқындық, тұлға мен халық арасындағы жауапкершілік сияқты философиялық сұрақтар да көтерілді. Хандар мен батырлар, билер мен қарапайым адамдардың шешімдері арқылы адам қандай кезде шын батыр, қандай кезде әлсіз, қандай кезде өз халқын сатады деген мәселелер қойылған. Үшінші, басты кейіпкерлер және олардың бейнесі. Трилогияда кейіпкерлердің галереясы барлығын айтып шығу мүмкін емес. Сондықтан ең негізгі бірнеше тұлғаларды айта кететін болсақ, ең басында Жәнібек пен Керей. Жәнібек пен Керей қазақ хандығының алғашқы негізін қалаған сұлтандар. Олардың бейнесі сабырлы, болашақ ойлаған, халықтың намысы мен амандығын билік үшін тартысты жоғары қойған. Тәуекелшіл, бірақ жалаң эмоцияға берілмейтін тұлғалар. Кету олардың өз елінен қашу емес, жаңа сапалы мемлекеттің негізін қалау үшін жасалған саналы қадам ретінде суреттелген болатын. Екінші кейіпкер Қасым хан, жүйе жасаушы, мемлекетшіл, заң шығарып заңдықтың құрылымын бекемдеген тұлға. Ол әскерді тәртіпке келтірген, заң жүйесін реттейтін, ішкі тұрақтылыққа мән берген, сыртқы саясатта да елдің беделін көтерді. Автор оны қазақ мемлекетінің нығайтқан реформатор ретінде көрсеткен болатын. Абылай хан теңгерім саясатының шебері. Абылай хан Жанталас романында рухани
Ынтылыс романының рухани орталығы деуге болады. Жоңғарға қарсы күресте бірлік туын көтерген, қазақты біріктірген, Ресей мен Қытайдың арасындағы күрделі дипломатиялық ойын жүргізген болатын. Батырлар мен билерді дұрыс пайдаланып, елдің мүддесін алға қойды. Ал кей сәттерде қатал, кейде өте сақ, кейде күмән мен қорқынышқа толы тірі адам ретінде көрсеткен болатын. Ал Абылайдың бейнесі арқылы автор күшті мемлекет болу үшін тек найза мен қылыш жеткіліксіз, саяси ойлау керек деген ой айтқан болатын. Кенесары соңғы хандық қарсылықтың символы. Кенесары Қасымұлы қаһар романындағы ең күрделі кейіпкер. Оны Есенберлин отаршылдыққа қарсы тұруды парыз санаған адам. Хандық билік пен ұлттық тәуелсіздікті қатар қорғауға тырысқан және қасындағы батырларға сүйенген, бірақ ру басыларының түгел қолдамауы оны әсер еткені туралы айтып кеткен болатын. Ол қатал да, әділ де тұстары бар шынайы тарихи тұлға ретінде сипатталған. Ең ауыр сәт оның қазаға ұшырауы. Бұл жер оқырманға бір ғана адамның өлімі емес, бүтін бір дәбірдің жабылуы ретінде әсер етеді. Төртінші сұрақ. Шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер суреттелген? Төртінші сұрақ. Төртінші сұрақ. Шығармада қандай салт дәстүрлер көрсетілген? Көшпенділер тек саяси тарихи емес, қазақтың рухани мәдени энциклопедиясы деуге болады. Ол жерде хан сайлау, ақ кигізге ол көтеру, халықтың батасы, билердің сөзі, батырды марапаттау, ерлік көрсеткен жауынгерлерге ат шапан, жер беру, құда түсу, қыз ұзату туралы дәстүр де бар. Ол ел мен елдің арасын жақындататын маңызды салт дәстүр ретінде көрсетілген. Үшінші, ас беру, ірі тұлғаларға арнап берілетін үлкен жиын. Онда жыршылар, шешендер, батырлар бас қосқан. Ал жорыққа аттану, әскердің сапқа тұруы, ту көтеру, бата алу, би шешендердің дауы, бітімге келісу, демократияның көрінісі. Наурыз, діни мейрамдар, ат бәйгесі, саятшылық, күнделікті өмір элементтері. Бұл дәстүрлер арқылы автор қазақ қоғамының өмір салтын, дүние танымын, моральдық кодексін көрсетеді. Оқырман тек тарихты емес, ол заманның ішкі атмосферасын сезінеді. Ал бесінші сұрақ. Мен үшін танымдық жағынан қандай жаңалықтар болды? Бұл трилогияны оқи отырып, мен бірнеше маңызды танымдық жаңалықтар аштым. Біріншіден, қазақ хандығының пайда болуы жай ғана бір-екі адамның амбициясы ғана емес, шын мәнінде тарихи қажеттіліктің екендігін түсіндім. Белгілі бір деңгейге жеткенде өз алдына мемлекет құруға тырысады екен. Екіншіден, мен жоңғар шапқыншылығының масштабы мен салдарын тереңірек ұғып, бұрын Ақтабан Шұбырынды дегенді тек бір-екі сөйлемдік тарихи факт ретінде ғана білсем, осы романды оқи отырып, оның адамдар тағдырын қалай қиратқанын, халықтың психологиясына қалай әсер еткенін сездім. Үшіншіден, Кенесары қозғалысының күрделілігіне көзім жетті. Ол батыр хан деп қана қабылдасам, романда оның саясаткер ретіндегі кәдімгідей стратег болған, тарихи тұлға ретінде көп қырлы бейнесі бар екені көрсетілген. Қазақтың дәстүрлі құқық жүйесі жеті жарғы, дала билерінің шешімдері, хан мен халық арасындағы қатынас, өте дамыған өзіндік демократиялық элементтері бар жүйе екен. Маған ұнаған сюжеттер бойынша айтатын болсам, ал енді романнан бір үзінді оқып берсем, хан енді қазақ әдетімен алдымен құшағын айқастыра, кеудесіне кеудесін тигізіп, әуелі асан қайғымен сәлемдесті.
Содан соң барып Қотан жырау мен Қазтуғанмен амандасты. Қазтуғанның орнына енді Жәнібек ханның өзі Асан қайғының қолтығынан ұстады. Бәрі бірдей хан ордасына беттеді. Ақ ордаға тәжім етіп кіргеннен кейін үш жырау хан тағының оң жағындағы шайы көрпенің үстіне барып отырды. Асан қайғы төрде. Одан сәл төмендеу Қотан қарт, сосын барып Қазтуған тайшы жайғасты. Хан нөкерлері аяқтарының ұшымен дыбыс шығармай жүріп, шынтақтарына үлпілдеген мамық жастық салды. Сөйтсе де Жәнібек ханды сыйлаған қарттар аяқтарын көсіліп жастыққа жантаймайды. Сол малдастарын құрып отырған қалыптарынан қозғалмады. Жол болсын қария, деді Жәнібек. Асан қайғыдан жөн сұрап, алыстан келесіз бе? Ақсираққа жақын, ақсақалға алыс жерден келемін жарқыным. Бабам Майқы би көш салған Алатаудың қойнауындағы гүл бақшасы жайнаған, бұлбұл құсы сайраған алмалықтан шыққан бетім бар. Құтты қоныстан аттанған екенсіз ғой. Құтты дейсіз бе? Асан атаның қабағы қарс жабылып кетті. Бізден де бұрын Әсірәни діні шіркеуі салынған екен. Батыс қонысы тым алыс қой. Қызыл түлкіге қызыққан қыранға 6 күндік атырап әудем жерден жақын. Рас, Жетісу өңірі жердің қызыл түлкіші. Айыбы, ажары, сол себептен де сойқын сайдан шығыстың ап жыланы әлсін басын сумаңдай көрсетіп жатқан жоқ па? Тірі қалғың келсе елің күшті болсын. Елім қайтсе күшті болады. Арманыма жеткен ел күшті болады. Қандай арманды айтасыз? Жер ұйық деген халқының арманын айтамын. Бұл жалғанның жер ұйығы Жетісу екен. Алтын ордаңды сол Жетісудағы алмалыққа, тікеніңде қой үстінде боз торғай жұмыртқалар заман орнайды. Біз жетпегенмен оған біздің ұрпағымыз жетеді. Жәнібек езу тартты. Бірақ оған шейін Әбілқайырдың көк бөрілер бізді талап қан етпек қой. Дұрыс айтасың жарқыным. Қазіргі заман әлі жеткеннің заманы. Жолай Ахмет Қожаның мешітіне Құран оқып шығайын деп яссыға бұрылып едім. Әбілқайыр ханның әмірімен істелген бір қиянатты көрдім. Қандай қиянат? Хакім Мұхаммед Мәзид Тарған яссыға керуен тартып келген қазақ саудагерлерінің малын тартып алып, өздерін құмға қуып салыпты. Бұнысы Әбілқайырдың Түркістан жеріне қазақ саудагерлер келмесін дегені ғой. Бағанадан бері үндемей отырған қарға бойлы Қазтуған оқыс қимылдап ханға қарады. Сонда қара қазақ жиделік қарбас пен кебіндік көзді байған қайдан алады? Жайшылыққа сыраға тұйық Жәнібек қазақ саудагерлеріне істеген Әбілқайыр қорлығы жанына батып кетті ме? Өзін-өзі ұстай алмай қалды. Түркістаннан аламыз, деді ол Қазтуғанға қарап. Алдымен Түркістанның өзін аламыз. Асан қайғы Жәнібекке ойлана көз тастады. Шырағым Жәнібек, бабаң орыс ханның ақылы саған қонды ма деп едім, адаспаған екенмін. Әбілқайырдың айырылғаныңа қарсы болмасам да, шуға көшемін дегенді ұнатпағам. Енді қанып отырмын. Оның алыста жатыр екен. Ойың алыста жатыр екен. Әрине қазақ енді шаһарсыз күн көре алмайды. Бұқардың мейізі мен Ташкенттің науаты қазақ сорлының да аузының дәмін енгізгендей. Бірақ Әбілқайыр саған оп-оңай Түркістанды бере ме? Күшің жетіп тұрып қан төккеннен күшің жетпей жатып қан төккеннің күнәсі ауыр. Мен қан төгейін деп отырмын ба? Түркістан ата қонысым, түбі қан төкпей бітіспейтін болсақ амалымыз не? Биыл күшім аз, ал келесі жылы. Енді сөзге Қотан қарт кірісті. Оған көзің жете ме? Әрі-бері көшіп жүдеген жұрт жаңа тойына бастады ғой. Ар жағына ел қонған адамды оңай орнынан тұрғыза алмайсың. Шаршап қалып тұрса адамы? Қотан жырау ойлана жауап қайырды. Тоқ бала аш болам, тоқ бала аш баламен ойлай ма? Халқының жайын
ақындарымнан бірлермін деген үмітінің ақталғанына Жәнібек іштей риза болды. Сендерді босқа шақырбаған екенмін, деді ол. Жақсы, бұл жайда жата жастана кеңесірік. Асан қайғы ақ үй тігіліп, үш жырауға арнап қазысы керек қарыс қысыр бие сойылды. Бір апта өткеннен кейін хан өзінің үлкен ұлдары Әдік, Қамбар, Қасым Керейдің баласы Бұрындықты шақырып, қазақтың сол замандағы ең атақты 4 жауымен бас қосты. Ел болам деген жұртқа қазір ең ыңғайлы кез екен. Бұл кезді пайдаланып алмай қалса, тағы да ұзақ жылдар басқаратын бастарының бірікпейтінін, тіпті жан-жағынан талағалы тұрған жат елдердің хан патшалығының қолында талан-тараж болып кетулерінің мүмкін екенін айтысты. Көп жайды таразыға салып, ақылмен салмақтады. Ақырында кеп биыл күзтоқсанның басында бүкіл қазақ руларының игі жақсыларын Бетпақ пен Жетіқоңыр құмның арасындағы Нұраның Қаратұзы деп аталатын жерге жимақ болды. Бұл ара қаз жерінің діңгек ортасы, Тарбағатайдың Найман мен Керейдің Жетісудың Үйсін, Дулат, Еділ, Жайық бойының Алшын, Ноғайлардың Есіл, Нұра, Торғай бойының ең алыстағы Арғын, Қыпшақ билерінде келуіне қолайлы. Және күзтоқсанның басында бұл маңай майда қоңыр, жылы жауын-шашынсыз болады. Қысы жазы гүлдеп соғып тұратын азынаған ашулы желі де басылады. Әсіресе хан аулына тиімді. Қара кеңгірден шу таласқа қарай көшкен кезде де бұрыс емес. Осы мәжілісте Жәнібек алдын ала 3 жарғы жайтты қарамақ боп шешімге келді. Бірінші жары, қазақ рулары бұдан былай қарай бір ханға бағынып, келесі жылы адам санына қарай Түркістанды жаулап алатын сыпайлар бермек. Екінші жарғы, Дешті Қыпшақты жерінің шалғайларының қазақтың көп руларының Моғолстан, Қытай, Жоңғар шекарасындағы тайпалардан тұратынын еске алып, әр рудың жайлаған жеріне рулық тілектестігіне, шаруашылығына қарай 300-ге бөліну сөз болмақ. Жеріне, әдет-ғұрпына, ескіден келе жатқан туысқандық белгілеріне қарай 300 болып аталу мәселесі өткен ғасырдан келе жатқан әңгіме еді. Соны тағы сөз етпек. Егер жұрт көнсе, әр жүздің өзінің басты биі, батыры, қала берсе ханы болмақ. Сол үшін жүзді билеушілер, басқарушылар сайып келгенде бүкіл қазаққа деген жалғыз ханға бағынуға тиісті. Сонда ғана хан ордасы ұшы қиыры жоқ далада көшіп жүрген қазақтың толық жатқан руларын 300-дің басты адамдар арқылы бағындырып отыра аламыз деген сөзге келеді. Екінші мынандай үзінді айта кетсем. Енді Нысанбай жыршы қарағайлы кәрі домбырасының екпіндете ұрып, Жағатай мен жошы ұрпақтарының нешеме жүз жыл бойы осы 3 қиыры жоқ кең даланы билеген мақтан етті. Алайда бірімен бірі хандыққа, баққа, жерге таласып рәсуа боп, Алтын Орда ыдырағаннан соң жошыдан шыққан Керей, Жәнібек сұлтандар шу бойында әлімсақтан бері келе жатқан Арғын, Қыпшақ, Үйсін тәрізді көне тайпаларға бірте-бірте Уақ, Тарақты, Керей, Найман, Қоңырат, Дулат, Жалайыр, Бестаңбалы секілді түркі тілдес руларды қосып, қазақ хандығын құрғанын мадақ етті. Содан кейін Жәнібектің баласы Қасым ханның кезінде қазақтың айбынды ел болғанын бір мақтаныш етіп берген. Нысанбай жыршы сәл демалып шежіреге қайта көшкен. Бұл жолы Қасым ханнан соң қазақтар аз уақыт тағы да быж-тыж болып келіп, тек Хақназар кезінде ғана қайтадан бас қосып іргелі ел болғанын, Тәуекел, Есім, Әз Тәуке хандардың тұсында тасы өрге домалаған сырт дұшпандар шеніне келе алмаған айбынды мемлекетке айналғанының көзі от шаша отырып жырға қосты. Кең байтақ жерді алып жатқан 300-ден құралған елдің ауызбірлігі күшті болғанын, үнемі бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып отырғанын дәріптей келе, Арғын болсаң Алтай бол, Найман болсаң Матай бол, Алшын болсаң Адай бол, бұл үшеуі болмасаң, қайсысы болсаң сонысы бол, мейлің Құдай бол дейді. Деп қазақ елінің ең жауынгер руларын шашпауларын көкке көтеріп бір шарқап, осы бірлестік Тәуке хан өлісімен тағы бұзылғанын, әр тайпа сұлтандар хандыққа таласып, елдің шырқын кедерген айтып берді.
Бұл үзіндіден мен өзіме қатты ұнаған себебі, бұл жерде қазақ халқының бір-біріне қарсы шығуы, билікке талас, осындай ішкі жанталас кезінен қазақтың әлсірегенін көрсетеді. Бұл маған нағыз қазақтың осы бір әлсіздігінің кесірінен біз өз-өзімізді жоғалтып, кейіннен орыс империясының қол астына кіріп кетуіміздің себебі болғаны мені жанымды тербеді. Сол себепті де мен екінші үзінді ретінде осыны айтқым келді. Келесі сұрақ. Кітап оқу кезінде қандай көңіл күйде болдыңыз? Бұл трилогияны оқығанда сезімдер әртүрлі болды. Бір жағынан мақтаныш сезімі болды, бір жағынан жүректі ауыртар тоже сезімдер болды. Әсіресе мақтаныш сезімі қазақ батырларының ерлігі, сондай Абылайдай және Кенесары сияқты бізде хан болғандары, және олардың күресі тек мотивациясы деуге де болады. Солар маған өзіме күш қуат береді, мотивация береді, және мақтаныш сезімін тудырды. Ал кей эпизодтарда енді қатты қиналдым. Жоңғар шапқыншылығы, босқындық, Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама заманы кезіндегі шындықтар, Кенесарының қазасы, халықтың күйзелісі, бір-бірінен туған қайшылықтар қазақ елінің. Сонымен қатар бір жағынан сенім сезімі де болды. Қанша рет құласа да қазақ халқы сонша рет тұрды ғой. Сол біздің қазақ елінің тәуелсіздігін алғаннан кейін алуға жол өте қиын болғандығын түсіндім. Сол ата бабамыздың рухы сөнбей әлі күнге дейін келеді қана мені өте қатты қуантты. Ең соңында бүгінгі тәуелсіздіктің бағасын басқаша түсіндім. Ол жай ғана құжат емес, ол бірнеше ғасырлық күрес біздің ата-бабамыздың. Және де мен бұл кітапты достарыма, туысқандарыма не үшін ұсынғым келеді. Бұл көшпенділер трилогиясы қазақ тарихының тірі, эмоционалды адам тағдыры арқылы көрсетеді. Құрғақ даталар емес, бұл ұлттық рухты көтереді. Өткенге деген құрмет пен жауапкершіліктің сезімін оятады. Біздің ата-бабаларымыз қандай іс-әрекеттер жасаған, қандай үлкен ауыр таңдаулар жасағанын көрсеткен. Соны мен туысқандарым, жақындарымның мен сияқты сезінгенін қаладым. Сосын бүгінгі саясатты да жақсырақ түсінуге көмектесетін роман трилогия деп сенемін. Әдеби жағынан да бұл трилогия динамикалы, кейіпкерлері өлі емес, кәдімгідей тірі, эмоцияларын жеткізе алатын, және осы Есенберлиннің жазу стилі өзіме қатты ұнады. Ол күрделі кейіпкерлерді кәдімгідей сезіндіріп, күрделі екенін көрсете алады. Сондай мықты жазушы екенін мен айта аламын. Ал Ілияс Есенберлиннің өзі туралы айтатын болсақ, ол қазақ әдебиетінің тарихи роман жанрын жаңа деңгейге көтерген аса көрнекті жазушы. Қазақстанның халық жазушысы. 1915 жылы дүниеге келген, бала кезінде жетім қалып балалар үйінде өскен, Тау-Кен институтын бітіріп инженер болып жұмыс істеген. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, жараланып елге қайта оралған болатын. Ол соғыстан кейін мәдениет, кино, баспа саласында қызмет етіп көрген.
Содан кейін көшпенділер, алтын орда сияқты тарихи эпопеялар арқылы қазақ тарихын көркем әдебиетке батыл алып келген жандардың бірі. Осындай есенберлин кеңес кезінде ұлттық тарихты батыл жазған, сол үшін түрлі идеологиялық кедергілер көрген қаламгер. Бірақ сондай қиындықтарға қарамастан ол өз мақсатынан бас тартпай қазақтың мемлекеттілік тарихын еркіндік үшін күресін көркем тілде халыққа жеткізген. Және ең бастысы қазақ әдебиетіне тарихи эпопея жанрын жеткізген адам болатын.